Көктемгі су тасқыны басталғаннан бері Петропавлда 12 үйге су кірген. Мәселенің алдын алу үшін қала әкімінің шешімімен облыс орталығында төтенше жағдай жарияланды. 26 наурыздан бастап бізде қала бойынша ауа райы плюс болып, жаңағы жеке сектордағы үйлерде су басу факторы анықталған болатын. Одан бөлек кәріз жүйесіне, одан бөлек коллекторларға түскен жүктеменің ауыр болғанына байланысты Абай көшесіндегі коллектор істен шыққан болатын. Сол себепті тұрғындардың қалыпты тыныс тіршілігі бұзылып, жеке секторлардағы кейбір бірнеше үйлер су астында қалды. Осы себептердің барлығын жою үшін, жаңа коллекторды жөндеу үшін және де ары қарайда тұрғындардың тыныс тіршілігі бұзылмас үшін жаңағы қала бойынша ЧС режимі жарияланып отыр. Су тасқыны басталғаннан бері облыс бойынша 20 үйге су кірген, 113 мал басы қауіпсіз жерге айдалып, 30 адам эвакуацияланған. Жергілікті маңызы бар 30 автомобиль жолын су шайып кеткен. Облыс бойынша ең күрделі жағдай Тайынша ауданында байқалады. Салдарынан бұл ауданда да төтенше жағдай режимі енгізілді. У нас было эвакуировано 8 человек. Тайынша ауданында Черниговка және Красная Поляна ауылынан 8 адам эвакуацияланды. Қазір біздің құтқарушылар сол жерде жұмыс істеп жатыр. Тайынша ауданында 8 үйге су кірді. Яғни Черниговка ауылында 2 үйге, Красная Поляна ауылында 6 үйге су кірді. Судың деңгейі 15-30 сантиметрге жетті. Еске сала кетейік, 1 сәуір күні Түркістан облысынан 56 құтқарушы тасқынмен күресу үшін көмекке келген болатын. Сол күні түнде Түркістан облысы Сайран ауданының нөмір 6 өрт сөндіру бөлімінің командирі өзін жайсыз сезініп, Тайынша аудандық ауруханасына жеткізілген. 2 сәуір күні Бекжан Балданов жансақтау бөлімінде қайтыс болды. 45 жастағы құтқарушының артында әйелі мен 5 баласы қалды. 2 числа он в сопровождении наших сотрудников. 2 күні біздің қызметкерлер марқұмды Астанаға жеткізді. Кейін сол жерден ұшақпен Шымкент қаласына жеткізілді. Бұл отбасы үшін үлкен қайғы. Қайғылы оқиға орын алған кезде отбасы мүшелеріне хабарланды. Төтенше жағдай министрлігі мен төтенше жағдай департаменті қаза тапқан адамның отбасына қайғылы көңіл айтамыз. Қазіргі күні барлық ауданда жедел штабтар жұмыс істеп жатыр. Айта кетейік, су тасқынының алдын алу үшін 540 адам мен 151 бірлік техника, 80 айдау техникасы және 200 құралы жұмылдырылған. Дана Асылханқызы, Ақнұр Қайырбек, Азамат Елубаев, Первый Северный телеарнасы.